Торттарымызға ерекше әсем дәм беретін клубника мен клейгиден мусс жасаймыз. Алдымен желатинді сумен жақсылап араластырып, 20 минутқа холодильникке қойып қоямыз. Желатин холодильникте тез ісінеді. Ол аралықта біз салқын клейгиді таза ыдысқа құйып, миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Бізге қажетті консистенция осындай болғаны дұрыс. Келесі кезең клубника мен қантты жақсылап араластырып, ерітіп, 1-2 минутта қайнатып аламыз. Дайын болған клубниканы сүзгіден өткіземіз. Сүзгіден өткізіп болғаннан кейін желатинді қосып араластырып аламыз. Үстіне клейгиді қосып, формамызға құямыз. Бұл жерде клубника сұйық болғандықтан пищевой салафанымызды қалыңырақ етіп төсеген дұрыс. Дайын болған муссты 8 сағатқа морозильникке қатырып аламыз. Муссымыз клубника дәмі болғандықтан ерекше дәмді болып шығады. Сіздерге жасауға кеңес беремін, және бұл клубниканы 2 аптаға дейін морозильникте сақтауға болады.